Қалайсыңдар? Денсаулық қалай? Так, бүгін сендермен кішкене открытый тема болады. Бізде тақырып fair play. Файзулла, fair play. Оның мағынасы не? Қалай білесіңдер? Fair play. Тағы соперникқа тағы кімге болады? Судьяға тағы. Болельщикке дұрыс тағы. Қарама-қарсы тренерге. Тағы мақұл. Ойынның несіне? Ережесіне, дұрыс, ережесіне. Дұрыс па? Давайте, түсін. Неме өтек. Судьяға дедіңдер. Судьяға сендер қалай fair play істей аласыңдар? Судья, ну, допустим, пак балды. Сен не істейсіңдер? Қолын соғыз, көтердіңдер. Ол уже неге жатар? Екінші тағы өтірік құламау, өтірік жоқ жерде не істемеу, құлапалар істемеу. Дұрыс па? Тағы не бар? Если травма болып қалып, ойын тоқтаса, допты кімге беру? Судьяға беру. Біз қазір тема судья туралы. Fair play десе тема судья болады. Ойын бітті, бірінші сәмеген допты теуі сәмек кімге бәкет беру? Судьяға. Если сендер действительно ашық құрсақ қойсыңдар, ойындау, допустим, халық ойында қолдан әтіп кетті, оның бәрін елгесіздер. Честный ойынға, бірінші честный, өздерінің алдына честный ойынға, екінші уважение кімге? Судьяға, соперникке ойынмайды. Дұрыс па? Не үшін бұл нәрсе маңызды деп ойлайсыңдар футболда? Не үшін маңызды fair play деген тема? Как вы думаете, почему важно fair play в футболе? Если ешкім ережеге құрметсіздік, судья құрметсіз жасайтын болса, футбол қызыға кетіп қалады және футбол өте қатты қызық. Біріншіден, честность, да? Честный болса, футбол не болады, қызығырақ болады. Екінші, уже достойный ойын болады. Үшінші, екі командада спортсмен көтеріледі. Қалай ойлайсыңдар, или білесіңдер ма? Честный ойыншыға қандай награда береді? Қандай награда береді? Мысалы, лучше ойнаса, көп болса, золотой мяч береді. Қысқа жылына береді? Золотой, бұл текін көп болса алса. Мотиватор болса? Мотиватор золотой печатка береді. Сол сияқты честный ойын ойнаған өзі жылына бір рет сонда награда беріп тұрады. Кім айтып отырсың? Қандай? Как вы думаете, какая награда? Бәрі қандай награда береді жылдың соңында? Золотой мяч беріп жатқан береді соны. Видеосын көрсетеді. Натан, как думаешь? Какая награда дает? Ира, ты же вроде умный. Айзула, ақылсың ғой сен, давай айтып. Айбек, білесің ба? Мазун. Омар, ты білесің ба сен? Ислам. Білесің ба не береді? FIFA, Fair Play, қандай? Award. FIFA, Fair Play Award деген награждение береді. Ол награждение кімге береді? Жыл бойы честный футбол ойнаған, өзінің примермен көрсеткен, көп жағдайда, мысалы, TikTok'та, Instagram'нан байқап отырсыңдар, екі нападающий мен защитник жүгіріп бара жатса, защитник аяқ тартып қалып қалады, нападающий гол соғуын істейді, аутқа либо угловойға теуіп жібереді. Вот сондай пример көрсеткен адамдарға не береді? Қандай награда береді дедің? Fair play. Fair play award дейтін береді. Кім алған сондай награда? Кім біледі? Есеңіз жүрткендер, мықты атақты білесіздер алған соң. Үштен қараған. Тағы, Криштиану Роналду алмаған. Канте? Кимих. TikTok'та айтатын ғой мен пример көрсеттім ғой. Бірге жүгіріп бара жатады да, бір защитник құлап қалады да, атақты нападающий алады да, кетіп кете береді. Мбаппе? Жоқ. Тағы бір случай айтайын. Бір мықты ойыншы бір ойында қолына тиіп кетеді. Судьяға пресс етеді, тиді мен қолыма. Кім?
қалай ойлайсыңдар? оп оңай нәрсе. Немец я Гүтсе. Ярослав Клозе деген ойыншы әлем чемпионатында ол қолынан тиіп кетеді, ол судьяға барады да айтады, что мен қолыма тиді, ол саған алмасын деп. Ол уже неге жатады бізде? Сол сияқты тағы қандай нәрсе білесіңдер? Есеңіз түсті? Криштиану Роналду мысалы настырды ойнап жүрген кезде бір нечестный пенальти болған кезде судья барып айтқан ғой, что пенальти болмапты. Пенальти да. Вот тоже сол нәрсе. Fairplay деген тағы сендер қалай түсесіңдер өз тілдеріңмен айтыңдаршы. Біреулер айтады, мен слабы өзім көрсетіп қаламын десең fairplay түсемін деп. Тағы қалай түсінуге болады сендер? Уважение екен түсінікті ойын. Тағы қалай неге нешеге? Қалай ойлайсыңдар? Fairplayді қалай анықтайды? Турнирларда, ойындарда, сонда мысалы. Файзуллаға беріп Ерасылға бере салу мүмкін. Золотой мяч таласасыңдар ғой, Месси алу керек еді, Роналду алу керек еді деген сияқты. Fairplayда тоже солай есептейді. Соны қалай бағалайды деп ойлайсыңдар? Айт давай. Желтый карточка, красный карточка қарап. Тағы дұрыс ол да. Ол бірінші стресс. Және қанша қарап? Ол да бар мақұл. Екінші. Бар. Бар не қатысыр өзі? Уважение кімге? Техника соған қарайды. Үшінші. Уважение кімге? Судьяға. Төртінші қандай неге қарайды? Мен бір пример келтірейін. Бізде Файзулла FIFA Fairplay Awardқа үміткер. Бірақ біздің команда былайша айтқанда жаман. Ешақта біздің команда. Бізде Файзулла ғана жақсы ойнайды да. Басқа командадан нашар команда ойыншылар. Файзуллаға бере ме оны? Қалай ойлайсыңдар? Жоқ. Бізде Файзулла алу үшін біздің барлығымыз не болу керекпіз? Уважение. Дұрыс па? Сол кезде ғана не болады? Сол кезде ғана мен fairplay алуға. Fairplay алуға өйткені не только Файзулла көбесі факторды алып тұрған жоқ, өйткені бүкіл команда сондай. Мен тұр сен атайын деген сияқты неге тұрсыз ба? Бұл нәрселер ойындарды кім қай кезде қарайды? Қандай турнирлерде қарайды? Қалай ойлайсыңдар? Естественно, профессиональный топтарда қарайды. Қандай турнирлерде айтады? Жалпы қандай турнирлер білесіңдер? Атақты World Cup. Ал? World Cup. World Cup біреу, екі Лига Чемпион, Лига Нациядағы Евро, Лига Азия, Европа. Копа Америка, Африка. Азия. әлем чемпионаты қанша команда қатысады? Қалай ойлайсың? Қазір биыл 48, негізі 36 қатысады. Қанша енді футболдың темасына қатысы, бірақ сәл ауытқу. Бізде қанша материк бар? 6. 6 материк бар. Омар айтшы материкте қандай материктер бар? Айбек айтшы Айбек. Америка қанша түрі бар? 2 түрі бар. Қандай? Молодец. Екіншісі? Екеу қалды. Европа, Азия, молодец. Енді сол бүкіл командалардың ішінен ең көп команда қай неге қатысады? Әлем чемпионатына қалай ойлайсыңдар? Европада. Өйткені футбол Европада не істеген? Дамыған қатты. Негізі Англия. Қалай ойлайсыңдар, не үшін Европада қатты дамыған футбол? Экономика. Fairplay Европада қатты дамыған ба? Сендер ойынша басқа материктерде қатты дамыған? Қалай ойлайсыңдар? Білім қойды ағай Европа, потому что көбісі Европа ойындарды ғана қарайды ғой. Азия, Африка. Ешін қарамайды. Өйткені ол жақта футбол Европа жоқ және орта. Неразвитый. Жалпы негізі бүгінгі теманы түсіндіңдер ма? Иә. Жалпы бұл нәрсемен не айтқым келеді сендерге? Fairplay соперникке уважение береді, судьяға уважение береді. Бірінші fairplay деген өз-өзіне уважение. Если сен өзін уважать етсең,
естественно басқа адамдарды өртетесің. Если сен өзің өртет етпесең, футболға немқұрайлы қарайтын болсаң, естественно сен басқа командаларға, басқа нәрселерге, басқа жалпы адамдарға былайша айтқанда қарайсыңдар, бәрібір қарайсыңдар. Сол үшін өртеген адам өз-өзін не істеу керек? Өз-өзін құрметтеу керек, уважать ету керек. Сонда ғана мықты негізге жетуге болады. Бірінші фэрплей командаға бір-бірін сыйласаңдар, бір-бірімен ерепсесіңдер, бір-бірімен не алсаңдар, сол кезде мықты нәрсе шығатын болады. Если бір-бірін құрметтемейсіңдер, бір-бірін құрметтемейсіңдер, ол үшін бір-біріңді құрметтеп, бір-бірін сыйлап, не только өздерінде басқа командаларда, ойындарда, судьяларды бір-бірімен вежливо отношение болса, тәлімдерін түсу болса, сіздер мықты азамат